Сен бір кездері жұмысыңды істеп отырып, уақыттың қалай өткенін байқамай қалғансың ба? Міне сол ағым күйі. Ал егер мен саған осы күйді күн сайын, тіпті қарапайым жұмыста да сезінуге болатынын айтсам ше? Бүгін біз Михай Чиксентмихайдың әйгілі ағым кітабындағы идеяларды талдап, жұмысыңды нағыз шабыт көзіне айналдыру жолын қарастырамыз. Арнаға жазыл, видеоны соңына дейін көр. Сені өміріңді өзгертетін ойлар күтіп тұр. Ал енді бастайық. Мен жуырда Михай Чиксентмихайдың ағым, оңтайлы тәжірибенің психологиясы атты кітабын қайта оқыдым. Ағым бұл зеріккен мен алаңдаушылықтың арасындағы ерекше рухани күй. Мұнда сен өзіңнің ең жоғары деңгейінде жұмыс істейсің, және өзіңді ең жақсы сезінесің. Бұл уақыттың өткенін сезбей, істеп жатқан ісіңе толық беріліп кету күйі. Көп адам ағым күйі тек спортпен айналысқанда, бейне ойын ойнағанда немесе достармен көңіл көтергенде ғана болады деп ойлайды. Алайда бұл күй жұмыс күнінің өзінде де пайда бола алады. Бірнеше ұсақ өзгеріс енгізу арқылы жалықтыратын тапсырмалар мен күйзеліс тудыратын жобаларды да ағым тудыратын белсенділікке айналдыруға болады. Ағым күйін сен электронды хаттар жазып отырғанда, кестелерді жаңартқанда немесе үй жинап жүргенде де сезінуің мүмкін. Өз жұмысымда ағым күйін қалай жасауға болатынын түсінуге тырысып келемін. Сол ізденіс барысында мен 4 негізгі ағым факторы, яғни осы күйді тудыруға көмектесетін 4 шартты анықтадым. Қане, осы 4 фактордың әрқайсысын талдап, жұмысыңда ағым күйін қалай сезінуге болатынын түсіндіріп көрейін. Сонда сенің жұмысың анағұрлым жағымды әрі шабыттандыратын тәжірибеге айналады. Бірінші фактор – назар, фокус. Михай Чиксентмихай ағым күйін 50 жылдан астам уақыт зерттеген. Оның айтуынша, бұл күйдің пайда болуы үшін назарыңды соншалықты терең шоғырландыру керек. Тіпті басқа ештеңеге ойын қалмайтындай дәрежеде болуы қажет. Адам өз алдындағы іске бар назарын аударып, уақытша барлық басқа нәрсені ұмытуы тиіс. Бұл дегеніміз, ешқандай алаңдату жоқ, ешқандай көп тапсырма жоқ. Маңыздысы, дәл қазір жасап жатқан ісің ғана. Кітаптағы шахматшының бірі. Турнир кезінде ағымға түскен сәтімде шатыр құлап кетсе де, егер маған тимесе, байқамай қалар едім дейді. Ал би билеуші былай дейді. Назарым толық шоғырланған кезде ойым ешқайда кетпейді. Басқа ештеңе туралы ойламайсың, сен сол істің өз ішіндесің. Мен түсіндім, толық назарға жетудің ең жақсы тәсілі, барлық алаңдатушы факторды жою және біртіндеп назарыңды күшейту. Ағым күйін сезінгім келгенде, мен телефонымды үнсіз режимге қоямын. Компьютердегі барлық ашық қойындыларды жабамын және шуды өшіретін құлаққап киемін. Содан соң мен кішкентай назар жаттығуын жасаймын. Маған ең ұнайтыны музыка қосып, көзімді жұмып, 1 минут бойы өзімді концертте отырғанда елестету. Осыдан кейін көзімді ашып, дәл сол жинақталған назарды жұмыс тапсырмасыма бағыттаймын. Сен үшін бұл жаттығу басқа болуы мүмкін, мысалы, сана сезімге бағытталған медитация немесе сыртта 5 минуттық серуен. Мұндай жаттығуды спорт алдындағы қыздыру сияқты елестет. Мақсаты шашыраңқы назардан бір нүктеге бағытталған назара көшу процесін мүмкіндігінше тегіс ету. Сонда ғана ағым күйіне ену әлдеқайда жеңілдейді. Екінші фактор – еркіндік. Сен досыңмен жақсы көретін тақырыпта әңгімелесіп отырғанда, 2 сағат өте шығып, саған ол 20 минуттай ғана болып сезілуі мүмкін. Ал керісінше, жұмыс сұхбатында өткізген 20 минут 2 сағаттай ұзақ көрінеді. Айырмашылығы неде? Досыңмен сөйлескенде сен өзіңді еркін ұстайсың, сенесің, бойыңда қорқыныш жоқ. Ал сұхбат кезінде өзіңе тым көп назар аударып, әр сөзіңді бақылап, қате айтып қоймауға тырысасың. Михай Чиксентмихай былай дейді. Ағым кезінде өз-өзіңді сынауға, күмәндануға орын жоқ. Егер сен үнемі қателесіп қалам ба, немесе ақымақ болып көрінем бе деп уайымдай берсең, онда ешқашан ағым күйіне ене алмайсың. Тәжірибелі альпинист айтқандай, кейде эгоң кедергі келтіреді. Бірақ бәрі автоматты түрде жүрген кезде сен өзіңді мүлде ұмытып кетесің, бәрі табиғи түрде жүреді. Міне, осы дзен секілді күйге жету үшін сен кей сәттерде бақылауды босатып, өз қабілетіңе сенуді үйренуің керек. Мысалы, Майкл Джордан шешуші сәттерде өзінің шеберлігіне сенгендіктен көрермендерді, қысымды, уайымды ұмытып, толық ағым күйіне енетін. Дәл сол сияқты хирург та өз біліміне және командасына сенгенде ғана операция үстінде ағым күйін сезіне алады. Менің байқағаным, күнделікті жұмыста еркіндікті сезінудің ең жақсы тәсілі рұқсат таймерлерін пайдалану. Бұл не? Бұл 10-30 минутқа арналған қысқа таймер. Оның ішінде мен өзіме еркін жұмыс істеуге, қателесуге және идеяларды еркін жазуға рұқсат беремін. Мысалы, блог жазбасын немесе хат сериясын дайындағанда
Мен 25 минуттық рұқсат таймерін қоямын. Осы уақыт ішінде мен грамматикаға, идеяларының сапасына, немесе мәтіннің мінсіздігіне мүлде назар аудармаймын. Таймер біткен соң ғана мен сын режиміне ауысып, мәтінді қарап түзетемін. Егер жаңа бір істі бастап жатсам және қате жіберем бе деп уайымдасам, таймерді қысқартып, жиі тексеремін. Осы тәсіл мені ішкі сыншыдан босатып, еркін жұмыс істеуге және жиі ағым күйіне енуге көмектеседі. Морфеус Неоға айтқандай: бәрін жібер. Қорқыныш, күмән, сенімсіздікті таста. Ойыңды азат ет. Флоудың үшінші факторы кері байланыс. Gallup компаниясы ақштағы 1000-нан астам жұмыс берушілер арасында зерттеу жүргізіп, бір қызық жайтты анықтаған. Басшылары қызметкерлеріне сирек немесе мүлде кері байланыс бермейтін ұйымдарда адамдардың 98% жұмысқа берілмейді, яғни өз ісіне толық кірісе алмайды. Ал флоу күйі, толық берілудің, толық ену мен шоғырланудың күйі, дәл осы үздіксіз ақпарат алмасуды талап етеді. Яғни адам өзінің әрекеттері мақсатына жақындатып келе ме, әлде керісінше ме, мұны үнемі біліп отыруы қажет. Михай Чиксентвихай былай дейді: мысалы, теннисші әр сәтте не істеу керегін біледі, допты қарсыласының алаңына қайтарады. Және ол әр соққыдан кейін бірден сезеді, жақсы соққы болды ма, әлде жоқ па. Тік жартасты өрмелеп келе жатқан альпинистің де мақсаты айқын, құламай шыңға жету. Ол әр секунд сайын, әр қозғалыс сайын өз мақсатына жетіп келе жатқанын тексеріп отырады. Шахматшы да флоу күйіне түсе алады. Өйткені оның мақсаты қарсыластың патшасын мат қою, ал әр жүріс сайын ол осы мақсатқа қаншалық жақындағанын бағалай алады. Сол сияқты, өз жұмысыңда да әрекеттерің мақсатыңа жақындап келе ме, жоқ па, мұны білу үшін күн бойы өзіңе жиі кері байланыс беріп отыруың керек. Мен мұны былай істеймін. Жұмыс күні бойы әр сағат сайын таймер орнатамын. Таймер белгі бергенде өзімнен сұраймын: соңғы бір сағатта не тындырдым? Келесі бір сағатта не істеуге болады? Осындай шағын тексерулер маған мақсатымды нақтылап, әрекеттерімді соған сәйкестендіруге көмектеседі. Бұл қысқа кері байланыстар маған флоудың ең тәтті нүктесін табуға мүмкіндік береді. Флоудың төртінші факторы 4% сынақ. Стивен Котлер, The Rise of Superman кітабының авторы және Flow Genome Project негізін қалаушы. Чиксентвихайдың зерттеуін жалғастырып, қызық заңдылық тапқан. Егер сен флоу күйін тудырғың келсе, жасайтын тапсырмаң сенің қабілетіңнен шамамен 4%-ға қиын болуы керек. Мысалы, егер сен шахмат ойнайтын болсаң, өзіңнен сәл мықты 4% жоғары деңгейдегі қарсыласпен ойна. Өзіңнен әлсіз қарсыласпен ойнасаң тез жеңіп, жалығып кетесің. Ал тым мықты қарсыласпен ойнасаң ұтылып, үмітің үзіледі. Бірақ сәл ғана мықты ойыншыға қарсы ойнағанда, бар зейініңді, бар күшіңді саласың, сонда ғана флоу туады. Бұл ережені жұмысқа да қолдануға болады. Әр тапсырманың деңгейін өз дағдыңнан 4%-ға күрделірек етіп ретте. Яғни сәл ғана қиын болсын, бірақ қол жетпейтін емес. Мысалы, мен әдетте 25 минутта 1000 сөз жаза алам десем, келесі жолы сол 1000 сөзді 24 минутта жазып көремін. Егер ас үйді 20 минутта жинай алам десем, 19 минут 30 секундқа таймер қойып, өзіме шағын сынақ жасаймын. Сен 4% аймағындасың ба, жоқ па, мұны былай білесің. Уақытыңның жартысында сен межеге жетесің, жартысында сәл қалып қоясың. Ақырында ағым тудыратын жұмыс тәжірибесіне жету үшін келесідей тізбек керек. Бірінші, алдымен фокусыңды қыздыр, зейінді тек бір іске бағытта. Екінші, сосын өз-өзіңді сынауды қойып, еркін бол, ішкі сыншыңа демалыс бер. Үшінші, әр кезеңнен кейін өзіңе кері байланыс беріп, ілгерілеуіңді бағала. Төртінші, содан соң тапсырманы өз мүмкіндігіңнен 4%-ға қиындат. Осы 4 ағым факторын іске қоссаң, жұмыс пен өмір арасындағы сиқырлы тепе-теңдікке, зерік пен үрейді теңестіретін шынайы ағым күйіне жетесің. Сонда сен істеп жүрген жұмысыңды сүйіп, күнделікті істеріңнің өзінен ләззат алуды үйренесің. Бұл Михай Чиксентвихайдың ағым оңтайлы тәжірибенің психологиясы кітабынан алған басты сабақтарының бірі. Қазір ағым ұғымы жиі айтылып жүр, бірақ оның барлығы осы кітаптан басталған. Егер ағым ұғымын тереңірек түсінгің келсе, осы кітапты оқып шық. Бейне ұнаса, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Көргеніңе рахмет.